Оның үстіне бұл сіздің анаңыз ғой. Жоқ, бұл менің анам емес. Оған бала керек болмаған, бұл нағыз төкек ананың өзі. Орнында тұр. Сіз жаңа ғана Мұхит мені тастап кетті деген жоқсыз. Өтірік. Бұл менің кішкентай кезімде балалар үйіне тастап кеткен. Ауру, адам болмайды. Маған ауру бала керек емес деген хаттарына тастап кеткен. Өтірік. Сені менен тартып алған. Жоқ, шын. Мен алып кетіп асырағана жеп маған бәрін айтып берді. Өтірік айтушы болма. Кейін сені іздеп барған кезде де сен менен бас тартқансың. Енді саған не керек? Маған ештеңе керек емес. Мен жаздым, жаңылдым. Өзімнің қателескенімді түсіндім. Кешірші мені. Кешір мені. Үйде кім бар? Бәріміз бармыз. Кім керек? Аташым. Сіз не? Иә, балам. Мен бір орында ұзақ отыра алмайды екенмін. Тұрдым да кеттім. Шүкір. Анашым, қуанышымда шек жоқ. Осы күн қанша армандасам да бұндай керемет болады деп ойламаппын. Толығын біле ме? Мен екеулеріңді бірге келеді деп күтіп отырғам. Толқын қайда? Айтпақшы, сен оған ұсынысыңды жасадың ба? Жоқ. Сол үшін ерте келдім. Тосын сый дайындап, бүгін күнде естен кетпесе етейін деген. Солай болғалы тұр. Келіңізге сырғасын салып, ұсыныс жасаймыз. Қолым сол. Сіз неге маған жалған сөйледіңіз? Жалған емес, шыным. Өтірік айтпаңыз. Мұхиттың сөзі мен сіздің сөзіңіз мүлдем сәйкес келмейді. Ұлыңыздың жағдайын көрдіңіз. Оны не үшін іздеп келдіңіз? Не керек сізге? Мүмкін керекті мен бере алатын шығармын. Мұхит сізді мүлде көргісі келмейтіні анық. Маған ештеңе керек емес. Мен баламды көрейін деп келдім. Сізге ақша керек па? Мұхиттың жағдайын біліп әдейі іздеп келдіңіз бе? Жоқ, олай емес. Мен баламды көрейін деп сағынып келдім. Сіз Әлиді қайдан танисыз? Мен... Әлиға апай, неге жауап бермей жатырсыз? Қалай өтті? Мен айттым не айттыңыз ба? Сіз маған не айтуыңыз керек? Мен... Жылдам жауап беріңіз, не айтуыңыз керек еді? Әли Қанышұлы маған ақша берді. Толқынға барып... Мұхит, мені қартайған шағында керек қылмай тастап кетті деп айтасың деді. Сосын не деп? Көмектесетін ешкімім жоқ. Жалғыз қалдым деп айт деді.